Құрметті қазақстандықтар, құрметті ағайын, елімізде атом электростанциясын салу жөнінде талқылау жүріп жатыр. Әрине, әртүрлі ой пікір бар осы бағытта. Осыған байланысты біз Байтақ Жасылдар партиясы, біздің мақсатымыз таза ауаны, таза жерді, таза суды қамтамасыз ету елімізде. Экологиялық таза өндірісті қалыптастыру. Осы бағытта біздің партиямыз жұмыс жасап жатыр. Сол себептен атом электростанциясын салу мәселесінде ойымызды ашық, шындықты сіздерге жеткізуіміз керек. Әлемде таза жасыл энергия көзі атом энергиясы болып саналады. Өткен жылы Дубай қаласында климатқа байланысты үлкен саммит өтті. COP28. Сол саммитте біз қатыстық. Дамыған елдер, Европа, Америка құрама штаты, Оңтүстік Корея, Жапония, тағы да басқа экономикасы мықты дамыған елдер бір дауыспен айтып жатыр. 21 ғасырда атом энергиясы ең басты энергияның көзі болып саналады. Себебі климатты тұрақты ұстап қалу, қоршаған ортаны қорғау, оны тек атом электростанциясы ғана қамтамасыз ете алады деп осы ойды айтты. Атом электростанцияның энергиясы экологиялық таза энергия екенін көзіміз жетті. Көмір отыны энергиясының ауаға шығарылым қалдығы үлкен екенін өздеріңіз білесіздер. Мысалға Теміртау, Балқаш, Алматы, Астана сияқты қалаларда демалатын ауа жоқ. Біз атом электростанциясының энергиясы таза жасыл энергия деп санаймыз. Сол себептен халыққа осыны жеткізгіміз келеді. Халық осыны түсіну керек. Атом электростанциясы ол ғылымның жетістігі. Бұл ғылымды дамытуымыз керек. Атом электростанциясы арқылы осы бағыттағы барлық ғылыми институттарды біз дамытуымыз керек. Әлемдегі ең үлкен уран шығаратын мемлекет біз дейміз. Бірақ оны біз шикізат ретінде ғана сатып жатырмыз. Ал оны өңдеп, одан энергия алып, сол энергияны жақын елдерге экспортқа шығарсақ, бізге бюджетімізге қаншама түсім болады. Оңтүстік Корея, Жапония, Америка құрама штаты, Европа елдерінде дамыған елдердің бәрі өзіне атом электростанциясын салып жатыр. Бір ғана Америка құрама штатында 99 атом электростанциясы бар. Жапон елінде атом электростанциясы, Оңтүстік Кореяда мини атом электростанцияларды көше-көше қалаға салып жатыр. Ол осының бәрі дәлелдейді. 100% атом электростанциясы қауіпсіз екен. Бұл таза энергия көзі екен. Ғылым дамыған кезде ғылымда қателікпен жұмыс жасау деген нәрсе болады. Мүмкін белгілі бір ғылыми мәселелерде 20 ғасырларда туған мәселе белгілі бір апаттар бар шығар, бірақ оның бәрі ғылымда қаралып, оның бәрі ол кемшіліктердің бәрі жойылған. Атом электростанцияның реакторы ол су-су технологиясын пайдаланады. Әлемдегі су-су технологиясымен жасалған реактордың бүресінде апат болмаған. Еш жерде апат болмаған. Сонымен қатар атом электростанциясының уранды байыту 4-5% ғана. Ол еш қалай жарылысқа келе алмайды ондай. Сол себептен бұл шындықты халыққа жеткізу біздің партиямыздың борышы, біздің борышымыз. Бұл энергияның көзі бізге жақын. Сондықтан бұл шындықты біз білеміз, біз халыққа жеткізіп жатырмыз сол себептен. Биыл қазақстандық оқушы балалар әлемде 4 бала бірінші орын алды физикадан. Ертең олар елімізге келеді. Қай жерде олар өзінің физикалық ғылымын, ядролық физика ғылымын қай жерде іске асыра алады? Ол тек қана атом электростанциясын дамытқан кезде ғана оларға мүмкіндік туады. Сонымен қатар, күздігүні атом электростанциясын салу туралы референдум өтеді. Сол референдумде халқымыз дұрыс таңдау жасау керек. Осы бағытта әрбір сөзімізді
әрбір ғылыми дәлелдерімізді, дәйектерімізді біз халыққа, қарапайым қазақ халқына жеткізуге дайынбыз. Құрметті ағайын, дұрыс таңдау жасау керек. Біз 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Біз бұл ғылымның жетістігін пайдалануымыз керек елімізге, елдің экономикасын, әлеуметтік жағдайын түзетуге.